Қайырлы күн достар, менің каналымда декларация тапсырудың әртүрлі жолдары бар. Видеоның описаниясында ссылкаларын қалдырамын. Бүгін біз халық приложениесі арқылы 250-ші форманы толтыруды үйренеміз. Ең бірінші госуслуги батырмасына өтеміз. Осы жерде услугида сдача налоговой отчетности деген бар. Басамыз. Қалай толтырылу керек? Подсказка жолдары көрсетілген, сұрақтар бар. Начать деген кнопканы басамыз. Сдать новую форму. Бірінші вид декларации. Осы жерден таңдаймыз. Алғаш тапсырып жатсаңыз первоначальная болады, егер бірінші рет тапсырып жатсаңыз. Қандай да бір өзгеріс енгізу керек болса, дополнительная деп жазасыз. Егерде салық комитетінен сізге уведомление келетін болса, дополнительная по уведомлению деп жазасыз. Жыл сайын тапсырып жүрген болсаңыз, очередная деп басасыз. Әрбір декларацияның астында өзіне керекті подсказкалар жазылған. Мысалға, очередная. Категория налогоплательщика. Жылда тапсырып жүрген госслужбада істейтін адамдар другие лицаны таңдайды. Мына жерден пропискамызды таңдаймыз. Астана қаласы бойынша. Қай жыл екенін таңдаймыз. Далее деген кнопканы басамыз. Әрбір сұрақтың өзіне анықтама берілген. Бұл жерде үйіміздегі наличный ақшаларды егерде 10 000 МРП-дан аспайтын болса, осы жерде көрсетеміз. Суммасын жазасыз, валютасын жазасыз. Ары қарай. Егерде сіздің шет мемлекетте пәтеріңіз, жер участогыңыз, үйіңіз, қандай да бір ғимаратыңыз, оның ішінде міне қандай ғимарат екені барлығы тізіліп жазылып тұр. Осылар бар болатын болса, міндетті түрде толтырасыз. Шет мемлекетте, тек қана шет мемлекетте болса. Бірінші ол недвижимостьтің атын толтырасыз, қандай мемлекетте екенін толтырасыз. Кадастровый номер немесе договордың номерін жазамыз, және адресін жазамыз. Егерде екі мүлігіңіз болса, добавить еще деп тағы да толтырамыз. Келесі, шет мемлекетте жеңіл көлігіңіз, жүкті көлігіңіз, мотоцикл, квадроцикл, кез келген көлігіңіздің түрі болатын болса, және бұны толтырамыз. Жаңағыдай көліктің түрін таңдап жазамыз. Маркасын, моделін жазамыз, мемлекетті, гос номерін жазамыз, және де вин кодтын жазамыз. Бірнеше болса, добавить еще деп басамыз. Бұнда да маңыздысы тек қана шет мемлекеттердегі көліктеріңіз жазылады. Қазақстандағы емес. Далее батырмасын басамыз. Келесі, деньги в иностранных банках. Шет мемлекеттердегі банктегі счеттағы ақшаларыңыз. МРП-дан асатын банк счетындағы ақшаларыңыз. Осы жерде атын жазамыз, идентификатор номерін жазамыз, мемлекетте екенін жазамыз, суммасын жазамыз, валютасын жазамыз. Келесі, сіздің жарғылық капиталдағы үлесіңіз. Бұл жерде заңды тұлғаның атын жазасыз, номерін жазасыз, мемлекетін жазасыз, және қандай пайызда сіздің үлесіңіз бар, соны жазасыз. Тек қана шет мемлекеттегі Қазақстандағы бұл жерге кірмейді. Жаңағы 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші шақтардағы сұрақтардың барлығы тек қана шет мемлекеттердегі сіздің қандай да бір көлігіңіз, мүлкіңіз, счетта банктегі ақшаларыңыз және жарғылық капиталда үлесіңіз болса, ғана толтырылады. Бірінші шаг. Бұл жерде сіз қандай да бір үйдің құрылысына үлескер ретінде ақша салып қоятын болсаңыз, соны осы жерде толтырасыз. Қазақстан Республикасындағы және шет мемлекеттердегі үлестеріңізді жазасыз. Қай айдың басында нешесіне дейін толтыру керектігі барлығы осы жерде жазылған. Стройщиктің номерін жазасыз, атын жазасыз, мемлекетті жазасыз, объектінің мекен жайын толтырасыз, договордағы сумманы жазасыз және валютаны жазасыз. Келесі 8-ші.
бұл жерде қандай да бір алтындарыңыз болса, соның весін қай мемлекеттен алғаныңызды, сол алтынның бағамын және валютасын жазасыз. Бұл жерде подсказкада қандай алтын қалай есептелінеді барлығы жазылған. Келесі 9-шы шаг. Бұл жерде қандай да бір акция, облигацияларыңыз, бағалы қағаздарыңыз, криптовалюталарыңыз болса, соны толтырасыз. Қазақстанда және шет мемлекеттерде ма, соны екеуінде толтырасыз. Екі жақта болса. Бағалы қағаздың атын, алынған мемлекетін, бір штукқа бағамын және валютасын жазасыз. Келесі, қандай пайлары бар, соны толтырасыз. Санын, мемлекеттің, бір пайдың бағасын және валютасын. Подсказканы ашқан кезде қай датаға толтыру керек, қалай толтыру керек. Қазақстан мемлекетінде және одан тысқары жерлердегінің барлығы осы жерде көрсетіледі. Келесі 11-ші шаг. Авторлық құқығыңызда патент немесе интеллектуалдық меншігіңіз болса, соны толтырасыз. Мына жерде атын, түрін, патенттің номерін, тіркелген мемлекетті және қай күні тіркелгенін толтырасыз. Подсказкада қай датаға дейін толтыру керектігі жазылған. Қазақстандағы және шет мемлекеттердегі барлығы осы жерде толтырылады. Келесі. Бұл жер сіздің қалауыңыз бойынша толтырылады. 1000 МРП-дан асатын қандай да бір мүлігіңіз болса, немесе картина, ваза, бағалы заттар, қымбат тұратын техникаңыз болса, осының барлығын осы жерге толтыруға болады. Бірақ сіздің қалауыңыз бойынша толтырады. Толтырмасаңыз да болады. Бұл жерде мүліктің атын, санын, мемлекеттің бағасын және валютасын толтырасыз. Келесі, бұл жерде сіздің алашақтарыңыз немесе берешектеріңіз толтырылады. Бірақ ол міндетті түрде нотариуспен бекітілген документпен берілген қарыз немесе алашақ. Бұл жерде сіздің банктегі кредиттарыңыз, займдарыңыз, рассрочкаларыңыз ештеңе көрсетілмейді. Тек қана жеке тұлғаның алдындағы сіздің қарызыңыз немесе алашағыңыз көрсетіледі. Мына жерде қайдан алдыңыз, иін-биінін жазасыз, кімнен алдыңыз аты жөнін, қай мемлекеттерде сізде келісімшарт болды, соны толтырасыз. Суммасын жазасыз, валютасын жазасыз. Қазақстандағы және одан тысқары мемлекеттердегінің барлығы осы жерде толтырылады. Подсказкада қандай срокта, қандай датада толтырылуы керегі жазылған. Келесі, 3-ші шагта сіздің біреудің алдындағы қарызыңыз толтырылатын болса, 14-ші шагта сізге қарыз адамдардың деректері толтырылады. Екеуі ұқсас. 15-ші соңғы, сіздің біреудің құқығына қандай да бір мүлкіңізді беріп қойсаңыз, соны толтырасыз. Міндетті түрде документпен бекітілген болу керек. Подсказкада қандай датада екені көрсетілген. Бұл жерде мүліктің атын, номерін, кімге бердіңіз, соның деректері, басқаруға кімге бердіңіз, қай күннен бастап бердіңіз, қай күнге дейін бердіңіз, сол даталарын барлығын толтырасыз. Келесі далее деп басамыз. Мына жерде қандай датаға толтырып жатсыз, бірінші бөлімде толтырылған ақпаратыңыз шығады. Қай жерде толтырыңыз, егерде қандай да бір толтырылған зат болса, осы жерде шығып тұрады. Жіберудің алдында әр қайсысына кіріп түзетуге болады. Мына жерден де изменить деп басып түзетуге болады. Егер барлығы дайын болса, готово деп басасыз, ары қарай кетеді. Подписать и отправить дейсіз. Осылай код келеді. Кодты толтырасыз, ары қарай сізде дайын документ шығады, соны көшіріп аласыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Пайдалы болса, мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет.